миллиондаған вольтпен миллиардтаған вольтпен миллион еңгілеш қолдан кері қаяғын қуғандар көптің бірі сенің етің тірі так что сене берме көңілін ашқанға ене берме олар қазан қуат кімнен екенін білмейді бірақ туат өтеректі сулап миыңды улап менің шындығыма тек тәңір куә пайдаланады бәрі қарыны тоқ іші пысқандар салады шөп ондайлар көп некелі боп өмір қызық емес соған қызығы шөт пайдаланады бәрі қарыны тоқ іші пысқандар салады шөп ондайлар көп некелі боп өмір қызық емес қызығы шөт бізде аман жоқ күтіп ыстық күтіп тұрады сезімдер жоқ бұлай болмай еп шок жүректен ұрдың миллиондаған вольтпен миллиардтаған вольтпен миллиард Аллаху акбар Менің атым Қанат. Қанат деп кім ойған білмедім. Бәлкім қанаты талмасын, немесе биікке самғасын деген шығар. Мен туылғанда анам өмірден өтті. Ал әкемді мүлдем көрмей өстім. Бар балалық шағым балалар үйінде өтті. Өмір өзен ақып тұрған. Иә, бұл менің өмірім. Абай ақын айтқандай, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан. Керемет айтылған. Бір өкінетінім, бұл бір кем дүниенің кетігін мен ата-анамды көрмей таптым. Олар қазір тірі болғанда ғой. Немере сүйіп, мені жұмыстан қашан келеді деп, шайын қайнатып күтіп отырар еді. Оларды көру мен үшін орын талмас арман болып қала береді. Сол үшін олардың орнына өмір сүріп, елге пайдасы тиетін жақсы азамат болуым керек. Мен оларды қатты сағындым. Тағы да Абай. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Мені бұл жалғанда тура жолдан тайдырмай, иманымды берік, намазымды серік еткен жалғыз Аллама сансыз шүкір етем. Ассаламуалейкум, ұстаз. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар? Кел. Ассаламуалейкум, ұстаз. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз, жақсыздар ма? Қанеке, жұмыстарыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Біздің жұмыс сол, елдің кондиционер, холодильник, телевизорларын жөндеп, нәпақамыз табамыз. Өздеріңіз қалайсыздар? Медреседе шәкірттер көбейіп жатыр ма? Иә, Аллаға шүкір. Шәкірттеріміз күннен күнге көбейіп, бір-бірімен жарысып Құранға түсіп жатыр. Ой, машалла. Намаз үйреніп дегендей. Я сол шәкірттеріңіздің бәрі қари болып шықсын, Құдай қаласа. Өздеріңіз сияқты хафиз ұстаздардан болсын. Амин. Қанеке, өзіңіз қашан үйленесіз? Той томалақ дегендей. Некеңізді өзім қиып берейін. Бұйыртқан күні үйленем ғой. Оның үстінен жақсы жар табу да қиын болып тұр. Әкешім де қайтыс болған. Тол жетімге қызын кім берсін? Қанеке, енді сіз олай демеңіз. Әлі бәрі жақсы болады. Аз ғана сабыр қылсаңыз, Алла тағала сізге жақсы қыз нәсіп етеді. Әмин, иншалла. Және де Бақытжан ұстазымыз бар, мешіт жамағаты бар. Әр намаздан кейін сізге жақсылап дұға ететін боламыз. Алла разы болсын сіздерге. Неге жамағатпен жасалған дұға қайтарылмайды дейді ғой? Солай. Рахмет сіздерге. Ұстаз, мен осы жұмыстан ертерек сұранып келбем. Осы мешіттің айналасындағы жұмыстарды бітіріп кетсем ба деп. Ой, бәрекелді, жақсы болды ғой. Қанеке, мынау Алла тағала істеген істеріңізге сансыз сауаптардан жазсын. Әмин. Айтқаныңыз келсін. Мен кірісе берейін онда, жүріңіздер. Ой, ассаламу алейкум. Уағалейкум. Кешіріңіз, байқамай қалдым. Айып етпеңіз.
Кефир, бидағач. Ай, бәрекелді. Қанеке, еңбек рәтті болсын. Әмин айтқаныңыз келсін. Шаршамаңыз. Менде бір кішігірім жиын бар еді. Аха. Сол жаққа кіріп шайын. Жарайды, жақсы. Сізге арнайы дастархан дайындап қойдым. Кіріп шай пай ішіп алыңыз. Ой, неге әуре болдыңыз. Жарайды, онда мен тірліктерін бітіріп болғаннан кейін барғанмын. Жарайды онда. Жақсы. Алла ісіңізге берекет болсын. Әмин айтқаныңыз келсін. Жақсы. Жолығамыз. Жақсы. Балам, міне медресеге келдік. Енді сабағымды жақсы оқа, жарай ма? Мама, Құран үйрену менің арманым. Менің арманымды орындауыңыз рахмет. Ұмытайын. Саламатсыздар ма? Медресе осы жақта ма? Уалейкум ассалам. Сіз осы медресеге балаңызды білім алуға бермексіз бе? Иә, осы медреседегі имамдарға Құран намаз үйренуге алып келдім баламды. Мама, жүріңізші, барайықшы. Ұлан, балам сабыр сақта, қазір барамыз. Астағфиралла, субханалла. Бұл жердегі дым білмейтін, білімі жоқ дүмше имамдарға балаңызды қалай сеніп тапсырмақшысыз? Онда тұрған несі бар? Сіз адасайын деп тұрсыз. Бұл жердегі имамдардың барлығы бидағатшы, кефир. Алла сақтасын. Тура жолда емес бұлар. Менің есімім Мұстафа болады. Шетелде оқып келгенмін. Сол жерде мықты шейхтардың білімін алғанмын. Ұстазымның аты Абдулла. Құранның хадистегі дәлелмен жүреді. Білімі жоғары, альхамдулилля. Рас айтасыз ба? Альхамдулилля, рас айтам. Бұл жердегі адасқан бидағатшы кәфирлерден Алла сақтасын. Ұстазым осы жақын жерде. Жүріңіздер. Балаға білімді өзіміз береміз. Жарайды, онда кеттік. Тоқтай тұрасыздар ма? Саламатсыздар ма? Қайда бара жатсыздар? Абдулла ұстазға. Абдулла ұстаз. Бауырым, сен мына мешіттің имамдарын, медресенің имамын, бидағатшы, кәфір, адасқан демей тұрып, бір дәлелің бар ма? Маған Құраннан, хадистен бір дәлел келтірші. Альхамдулилля, дәлелім бар. Дәлелім ұстазда. Неге тұрсыздар? Жүріңіздер. Сен дәлелсіз біреуді кәфір, бидағатшы деп діннен шығып кетпе, жарай ма? Есім кім сен, балақай? Менің есімім Ұлан. Мен келешекте Құран жаттаған үлкен ғұлама қари болғым келеді. Ой, машалла. Алла қаласа боласың. Сіз мамасысыз ба? Иә, менің мамасы боламын. Мен осы мешіттің жамағаты болам. Негізі діни білімді бар ғой. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекіткен ұстаздарынан үйрену керек. Мен енді түсіндім. Иә. Олай болса сіздерді имамға алып барайын. Жүріңіздер. Бауырым. Субханалла. Біз әлі жолғамыз. Астағфиралла. Астағфиралла. Жүріңіздер. Ассаламуалейкум, ұстаз. Уағалейкум ассалам. Қанат бауырым. Қалайсыздар? Жақсы, алхамдулилля, келіңіздер. Ассаламуалейкум, саламатсыздар. Ұстаз, мен сізге болашақ ғалым, қари шәкірт алып келдім. Бәрекелді, есім кім болады, балақай? Менің есімім Ұлан. Мен Құран жаттап үйренгім келеді, ұстаз. Машалла, ұлағатты үлкен ұстаз болам десей. Я, ұстаз, Алла бұйырса. Жақсы, онда менің саған сыйлығым бар. О, машалла. Құран әліппесі және де Құран кәрім кітабы. Мына саған сыйлыққа берем. Осы Құран әліппесін жаттап бітіргеннен кейін Құран кәрім кітабын түсе аласың. Рахмет, ұстаз, рахмет. Машалла. Енді ертеңнен бастап дәрістерімізге келіп қатыссан болады. Жарай ма? О, жақсы болды.
Рахмет. Жақсы. Алла разы болсын. Әмин. Башла. Мен шығарып салайын. Жүріңіздер. Вообще-то енді жезделі боламын ғой, ә? Я, Құдай қаласа жезделі боласың. Ну как Жездуха красавчик па? Білмеймін. Әйтеуір кеше ағам мен жеңгем тәтішайға бар қайтты. Охо, тиктогы бар ма? Инстада отырады ма? Фотосын көрейік та хотя бы? Инстасы бар ма жоқ па білмеймін. Тиктогын да білмейді екем. Сонда тиктокта отырмаса, инстасы болмаса, фотосы да жоқ болса. Жездуха жұмбақ жан болады екен ғой, ә? Қатырасың, Шопи. Айтпақшы, ол Ғани ағамның баласы екен ғой, е? Қайдағы Ғани ағамның баласы? Ғани атамның баласы десей? Болды, Шопи, қой. Жүр одада тамақ ішеміз. Жүр. Жандерім, мама, папа, так вкусно пахнет. Ой, жаным, кел отыршы кел. Келіңдер. Ал, қалайсыңдар, қыздар? Айтпақ көпек, емтихан қалай өтті? Қанша алдың? Папа, как всегда без қой. О, менің қызым ғой, ә? Сенің қызың әрине. Ал, папасының қызы Аружан, тамақтан алыңдар. Айтпақшы Аружан, біз жеңген екеуміз тәтті шайға бардық кеше. Жақсы күтіп алды. Бәрі керемет болды, ә? Сұлу шашпен Ғани досым сені қызымыздай көреміз деп жатыр. Өте жақсы күтіп шығарып салып бізді. Ғани да, Сұлу шаш та өте жақсы адамдар ғой. Көрген, білеген, өнген отбасы. Ағам мен жеңгем тірі болғанда ғой. Сені өз қолдарымен ұзатып шығарып салатын еді. Иә. Жаным сол, сенің бізге бақытты болғаның ғана керек. Барған жеріңе тастай батып судайсың алтыным. Тек осы қуанышыңды анан көргенде ғой дейміз. Жеңге, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Қуаныштан ғой бәрі алтыным. Тек сен бақытты болсаң болды. Жеңге, аға, сіздер маған ана орнына ана, әке орнына әке болдыңыздар. Сіздер қалай айтасыздар, солай болады. Сіздердің маған жаманшылық тілемейтіндеріңізді білем ғой. Мама, папа, Жездуха қалай? Красавчик па? Білмеймін, ол Жездухан көрген жоқпыз. Өз шетелде оқиды екен, осы жақын арада елге оралады екен. Аты Серік. Бүгін свидание ма? Ой, бұлар свиданиені біледі ғой, кішкентай болып. Аружан, сен бүгін барып, күйеу баламен танысып, сөйлесіп қайт, жарай ма? Мам, мен де барайыншы, күйеу баланы көріп қайтам. Қой шөпеге. Күндердің үстіне басып, бек болды. Ал, біз бүгін қайда барамыз? Қайда барамыз? Киноға. Онда тамақтарын жеңдірші. Ақсап қойып алды. Алло, сәлеметсіз бе? Иә, мен келдім. Ал, сіз қайдасыз? Көрдім. Қазір барам. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Аружан. Сіздің есіміңіз Серік қой деймін, иә? Естуім бойынша шетелде оқыған екенсіз. Үйдегі аға жеңгем де сізді жақсы жігіт деп жатыр. Айтқандай-ақ, кеше қазақтың салт дәстүріне сай тәтті шай болған екен ғой. Астағфираллах. Менің есім Серік емес. Мен ұстазымның қойған аты Мұстафа. Не айтып тұрсың, астағфираллах? Қандай салт дәстүр? Тәтті шай несі тағы да?
Айтпа ондай нәрселерді. Оның бәрі Аллаға ширк қосу. Ширк, бидағат оның бәрі. Сен енді мені тыңда. Бұдан былай сен менің әйелімсің. Мына үстіңдегі не? Шашың не? Бұдан былай оранып жүретін боласың. Ұқтың ба мені? Содан соң ана үйіңдегі жеңгеңмен ағаңның айтқанын істемейсің. Олардың бәрінде бейнамаз, бидағатшы, кәфир олардың бәрі. Сафиралла. Қазір Абдулла ұстазға барамыз. Егер сол кісінің назары сенде болатын болса, сонда қаласың. Сіз не деп тұрсыз? Жүр. Жоқ, жіберіңіз дейін. Тоқта. Не болды алтын? Аружан басын көтер, жан. Тыныштық па? Алтын басын көтер, қан. Жаным сол, Аружан. Көгешін бар тез суап келе ғой, жан. Аружан? Ару? Қан, Аружан айналай. Кел. Кел тұрш, басын көтерш. Не болды, тыныштық па? Аға, жеңге. Мен оған тұрмысқа шықпаймын. Аружан, олай деме, олар жақсы адамдар. Олардың өздері жақсы шығар. Бірақ оның ұлы кім екенін білесіздер ме сіздер? Танисыздар ма? Енді мен Серікті бала кезінде көргем. Ол атасын баласы болған, содан кейін шетелге оқуға кетті. Вот именно танымайсыздар. Аға, мен сіздерді жақсы көрем. Бірақ мен оған тұрмысқа шыға алмайым. Оған тұрмысқа шыққанымша өлгенім артық. Жүгір. Аружан! Аружан! Бұның не? Қой, айналайын. Олай істеме. Түсе қош кел. Аға, жоқ. Менің өмір сүргім келмейді. Менің өлгім келеді. Мам, пап, мен сіздерді сағындым. Өздеріңізбен алып кетіңіздерші мені. Аружан, ақылдың түсе қойш, мұнда сенің ақылың бар ғой. Оның не сенің? Келші мұнда, Аружан. Қызым, айналайын. Жарайды. Сен оған тұрмысқа шықпайсың. Келші, түсші бері. Әпшетай, олай жасамаңызшы. Әпшетайым, мен сізді жақсы көрем. Көгершін, мені кешірші. Қарындас тоқтаңызшы. Секірмеңіз, қарындас. Жақындама. Жақсы, жақындамаймын. Тоқтаңыз, сабыр сақтаңыз, тынышталыңызшы. Тынышталмайым, жақындама дедім саған. Жарайды, мақұл, жақындамаймын. Қарындас, Алла тағаланы аманат қып берген өмірін олай құрдымға жібермеңіз. Ол үлкен күнә болады, қарындас. Сабыр сақтаңызшы, өтініш. Аға, жеңге, менің оған тұрмысқа шыққым келмейді. Егер оған тұрмысқа шықсам, ол сіздермен араластырмайды. Айналайын, қызым. Бұл жігіт дұрыс айтады. Сені қалауын болсын, айттым ғой. Сен бізді ойлаш. Айналайын, Аружан. Я, қарындас, ана туыстарыңды қараш, сені қандай жақсы көреді. Ата-анамды сағындым деп атсың.
Атанаң сені бұл өмірге бақытты болсын деп әкелді ғой. Түсе қош, кел. Кел, қызым. Қанысы қолын бере ғой. Бұл өмір не болып бара жатыр өзі? Жалған өмір ай. Өмір қандай адам болмасын, өз ұлтының тілін, мәдениетін, тарихы мен салт дәстүрін бойына мықтап сіңірсе, ол адамды сырттан ешкім адастыра алмайды екен. Мұндай сұмдықтарды болдырмау үшін бізден тараған ұрпақтардың бойына қазақ халқының ұлттық құндылықтарын сіңіру керек. Оларды отан сүйгіштікке, ата-ана қадірін қастерлейтін салихалы ұрпақ тәрбиелеуге күшімізді салуымыз керек. О, Құдеке! Ассалаумағалейкум. Келіңіз, келіңіз. Досым, Қани, тоқташы. Мен түсінбедім. Сонда баяғы достығымыз қайда қалды? Досым бола тұра, сен менің қызымды қорлайтындай ойын болды ма? Асқар ағамның маған қалдырған жалғыз аманаты. Мен оны көзімнің қарашығындай сақтайым деп уәде бергем. Нұрғиса, досым, тыңдашы мен. Мен мүлдем бұлай болады деп ойламаппын. Жоқ, қалай болады деп ойладың сонда? Балам шетелде оқып жүр деп мақтан жүрсін. Шетелде білім алған осы ма? Сен білдің ғой. Біле тұра, оның басқа ағымға кіріп кеткенін неге айтпайсың маған? Нұрғиса, досым, сен мен кешір. Мен енді бұлай ушығып кетеді деп ойламадым. Енді серігім Аружанға үйленсе, бәрі жақсы болады. Тура жолға түседі деп ойладым. Жұмыс деп жүріп, баланың тәрбиесіне де мән бермеппіз ғой. Қани, енді сенің жалғыз ұлың, серік жоқ. Оның аты енді Мұстафа. Ол Абдулла ұстазының қол шоқпары. Шайтанның жетегімен кетті. Оған тәрбиені Абдулла ұстазының өзі беріп қойған. Сен кешіктің. Жаратқан жалғыз ем. Қу дүниенің соңынан қуып жүріп, жалғыз баладан айырылдым. Анеке, мін телефоныңыз. Еркеболжан, рахмет. Алло? Алло, саламатсыз ба? Да, тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Жамалбек Нұрғиса, сіз боласыз ба? Иә, мен болам. Сізді мазалап отырған қалалық полиция департаментінің полиция майоры Жамалбек Серік Нұрғисаұлы сіздің ұлыңыз ба? Менің ұлым не болып қалды? Сіздің ұлыңыз 256 бап терроризмді насихаттау немесе терроризм актісін жасауға жария түрде шақыру баптары бойынша қазіргі таңда қылмыстық іс қозғалып, біздің полиция бөлімінде отыр. Тез арада қалалық полиция департаментіне келіңіз. Жарайды. Алла сабыр бере көр.
Алло, Талғат, мен тыңдаңдар. Складтағы заттардың бәрін реттеп қойыңдаршы. Кешке Индиядан тағы 1-2 сат келеді. Иә. Ана кондиционер, телевизорлар ғой. Келісімшарттарын алып, докладнойға қол қойып беріңдер. Қанат. Я, мұқият болыңдар. Аружан, келіп отыр. Не болды, ішің ба? Кәз. Қой отыр қазір, шыдаш. Қазір. Кәз. Алло. Жедел жәрдем. Тез келіңіздерші болыңыздар. Кәз. Алло. Я, осы. Я, мен тұрған жерге осы адреске. Мен сіздерге жіберем қазір. Шыда.